Сәлем достар, біздер бүгін осындай творогтан, яғни сүзбелі пирог дайындаймыз. Өте дәмді, қарапайым рецептпен жасалады. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші, майымыз бен ұнымызды бір-біріне араластырып аламыз. Яғни майымыз салқын болуы керек, осындай крошкілер дайындаймыз. Оның үстіне қантымызды салып, жұмыртқамызды салып, тағы да қамыр илейміз. Қамырымыз осындай консистенцияда болу керек, яғни массамыз осындай. Бұны 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тұрған кезде салмамыз дайындаймыз. Ол үшін творогқа 2 жұмыртқамызды, қантымызды, қаймақ және кукурузный крахмал. Егер кукурузный крахмал болмаса, оның орнына ұн салуға болады. Жақсылап араластырамыз. Осындай масса дайын болады бізде. Енді қамырымыз жаямыз. Менде 26 диаметрлі форма. Форманы өз қалауларыңызша жасауға болады. Осылай барлық қамырымыз жайып шығамыз. Оның бетіне салмамызды саламыз. Салмамыз салып болғаннан кейін осылай жақсылап тұрып жайып шығамыз бәрін. Енді осының үстіне өзіміздің қалаған жидегімізді салуға болады. Мен смородина салдым, яғни қарақат, және малинаны қантпен езіп, малина езбесін салдым. Ал сіздер алма салсаңыздар да, малина салсаңыздар да, тіпті клубника салсаңыздар да өз еріктеріңізде. Пирогымызды 180 градуста 40 минут пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Үйдегілердің бәріне ұнады. Соның ішінде балалар жақсы жеді. Творог өте пайдалы. Мінекей осындай керемет пирог дайын болды. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліңіздер міндетті түрде. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал.